6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бағындырып өмірдің сырлы өткелін көремін, төземін, сеземін жаныммен. Қос қанатым талмайды қалықтаудан, ұшып өтем тоқталмай алыстаудан. Сенемін, төземін, жеңемін бәрінен. Асулардан өтем, арманыма жетем, бағындырам түсірмепсің ғой. Осы жерде болыңдар. Ешкім ешқайда кетпесін. Айзере, сен білесің ғой, достарыңның барлығы осында болсын. Бір нәрсеге тиісіп жүрмеңдер, жарай ма? Жарайды, әке, алаң болмаңыз. Көмбегендер босатады территория. Я, солай. Неге білесің? Адамға айтқанды істетем десең,
Жақсы, келістік. Ақылдасқан соң хабарласам. Сау болыңыз. Алло, Жиһаздар қарап қойдым. жарайсың. Менің қолым бос емес еді. Тыңдасаңызшы. Айта бер, иә. Интернетте бәрі бар екен ғой. Жаңа үй болған соң бәрін жаңадан алған жөн. Саған суреттерін жіберем. Сен қарап пікіріңді айт. Жарайды. Саған менің айтып тұрғаным қызық емес па? Қашан көшетін болдық? Күнде ертең болып кетті ғой. Құжаттары қалай дайын болады, солай көшеміз. Қайсыда? Қашан? Бір-екі күнде дайын болып қалатын шығар. Жақсы. Сосын ана балаларға мен жақсы курстар қарап қойдым. Талшы, мен жұмыста отырмын. Менің уақытым жоқ. Өзің бірдеңе істей берсеңші. Балаларда шаруам жоқ десейші. Қайсыда? Соның барлығын маған айтпай-ақ өзі істей берсе болады ғой. Сосын өткендегі келісімшарт дайын ба? Иә, дайын. Жақсы. Кіреміз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Тағы да осылардың, тағы да төбелес жүр. Ал Жандос, мектеп тәртібін не үшін бұзамыз? Мектеп тәртібін бұзғандағы бұл жерде менің ешқандай да қатысым жоқ. Тек үзіліс кезінде менің бас киімім... Жандос, сахнада өмір сүру керек. Рольді ойнама, онымен өмір сүр. Қайтадан қайтала. Ағай, бұл жерде менің ешқандай да кінәм жоқ. Тек үзіліс кезінде менің бас киімімді алып терезеден лақтыр... Бұл бұзақылық жасаған баланың сөзіне ұқсамайды. Қайтадан қайтала. Ағай, бұл жерде менің ешқандай да кінәм жоқ. Үзіліс кезінде менің бас киімді терезеден алып лақтырып жібердім. Мен шыдамай ұрып жібердім. Мәселенің бәрі міне дәл осыдан басталды. Ал Рамазан, не үшін Жандостың бас киіміне тиісесің сен? Ағай, мен ешқандай да кінәм жоқ. Мен жай ғана Жандоспен әзілдейін дегем. Бары солай. Ал сіз бұл балалардың тәртібіне жауап бересіз. Сау болыңыздар. Көрдіңдер ме? Актер болу оңай емес. Көп еңбек керек. Маған оңай сияқты. Мақтаншақ. Шын айтам, маған ойнап бер десе, айнытпай ойнап бер. Мына жерде ешкім би билеп жатқан жоқ қой. Спектакльдің бәрінде би билей бермейді. Онда мен не үшін келдім? Аяла, қош, бізге ұнап жатыр. Айзере, сахнада өмір сүру деген не? Үйге барған соң түсіндірем, жүре ма? Сөйтіп, сол маңызды сияқты ғой. Димаш, көріп тұрсың ба? Иә. Мынауыңды біреу біліп қойса, көререм күлгеніңді. Мен барлығын келісіп қойғам. Ал балалар болса, жасырын кірдік екен деп ойлап жүр. Соған екен ғой мәз болып жүргенің. Балалар да спектакльдерін қоймады ғой. Барлығының спектакльге деген ынтасы бар. Олардың бәріне бөгет болып қайтеміз. Ынталары бар болған қайтейін, ата-аналары қарсы. Көрдің ғой өткенде. Айзерені қалай кінәлап шыққанын. Көш, сен әлі ұмытып қалғансың ба? Мүмкін ашуланып айта салған шығар. Кішкене сақтай алып қаламыз. Балаға кішкене шай берейік. Олар сабақтан шыға сала осында келді. Қарындар ашқан шығар.
Жандос сәбізді қолына ал. Қайдағы сәбіз? Міне ал. Ертең таңертең шығып кетсек, түске дейін жетіп қалармыз. Айтқаныңыз келсін, ақсақал. Сен жоқ болсаң мен от болып мастаймын. Көктем болсаң жадыраған жаздаймын. Жігіттер кешіңдер. Басынан басайықшы. Сен жоқ болсаң мен от болып мастаймын. Көктем болсаң жадыраған жаздаймын. Сен күн болсаң мен әрдайым. Не болды? Жоқ, бәрі дұрыс. Жігіттер, бүгін демалсақ қайтеді. Жарайды. Осымен бітті ғой енді бүгінге дайындық, иә? Иә. Ертең жалғастырайық. Болды. Жарайды оны. Жақсы, кет. Қалай, театр ұнады ма? Иә, спектакльді қалай дайындайтын бірінші рет көргім. Аға, сахнадан артылы үлкен екен ғой? Иә. Мұрат аға, сахнаға қатысты заттарды сіз жасайсыз ба? Сол жердегі адамдар жасасады, бірге көмектеседі. Енді солай дайындаламыз. Бартан режиссердің айтқан тыңдауларын керек. Театрдағыдай дайындаламыз ба сонда? Әжірем, сахнада оны өшіру дегенді үйретесің ғой? Барлықтардан үйретем. Алихан, ары отыршы кішкене. Қайда жылжым? Димаш, жылжышы. Нұрай. Қайда отырам? Тыныш отырыңдаршы. Мұрат аға, тағы да барып дайындықты көрсек бола ма? Әрине болады. Баратын болды. Кішкене өзіңе қарай. Так. Ішке қарай. Болды. Болды. Міне. Енді дұрыс болды.
Бұйыртса аз қалды. Сапарға не болды? Көңіл күйіңіз жоқ қой. Мұратжан, осы ары қарай өзің бітіресің ғой деймін. Сапарға енді бітіреміз ғой. Бірақ сізге не болды? Маған бір аяқ асты бір үлкен шаруа шықпады. Біразға дейін болмай. Солай болды ма? Дайынсыңдар ғой, иә? Иә. Нұрай, баста. Анашым тезірек келсе екен. Анаң келгенше сен жеп қоя. Стоп! Айдос, Нұрайды неге ұстап алдың? Иә, соны айтам. Ой, ұмыт кете берем. Басан басайықшы. Айдахар рөліне қатты беріп жатқаным ғой. Баста. Анашым тезірек келсе екен. Той, сендерге не болған? Айзере, кешірші. Айдостың түріне қарап күлкім кетті. Жарайды, күлкіні қойып жиналайықшы. Сендер сахнада өмір сүрулерің керек. Ал сендер оны күлкіге айналдырып жатсыңдар. Айзере, сахнада өмір сүру дегенді үйретем дедің ғой. Ендеше былай жаса. Қорыққанда шын қорқам. Бәрі саған сенетіндей болсын. Түсіндің бе? Қалай шын қорқам? Өзің көрсетші. Мен режиссермін, ал сен актрисасың. Өзің көрсетуің керек. Онда мен шынымен қорқытайын. Қалжыңды қойып бастайық. Болды. Сөздерін қайталап алыңдар. Жақсы кәсіп. Ал, баста. Мен де ойнайым. Айдос, осыған күшік болып ойнайсың деп қайдан ғана айттың? Қоймайды енді бұл. Қызық емес пе? Ойнасын? Жоқ, болмайды. Ол тек қана бізге кедергі келтіретін болады. Бекзат, ана бөлмеге бар ойнашы. Мен күшікпін ғой, иә? Иә, болды бар. Телефон. Дайындала беріңдер. Ал, дайынсыңдар ғой, баста. Анашым тезірек келсе екен. Анаң келгенше сен жеп қоя. Жемейсің, Айдахар. Балапан, біз сені құтқарамыз. Неге күлесіңдер? Жап-жақсы ойнап келе жатыр еді ғой. Димаш, сен нағыз актер екенсің ғой, үндемей жүріп. Жарайсың, сен мұндай ашулы түрін болған дейін көрмеппін. Нағыз қоншық болсын. Жарайды, күлкіні қояйық та басынан қайталайық. Дайынсыңдар ма? Иә. Кеттік. Айдос, дұрыстап жаттап ал сөзіңді. Бірінші сен, сосын тиен. Мен қашан шығам? Саған өзім айтам шығатын кезде. Ол ұйықтап жатыр. Оның бәрін несін сап жатсың? Барам да қайтам ғой. Қайдан білесің? Бір-екі үш күн қалатын болсаң, осының бәрі керек болады. Ана қызыңа айт, қырсыға бермесін. Тыңдайтын болса айтам. Енді басқасын ойламаса да баланы ойласын. Балаларының жайын ойлайтын адам мұндай іс істемейді. Екеуін бірдей кінәлайын десең, түсінбегендігің болады. Бұл адам жаны деген не деген кірпияз еді. Тез жараланады, ұзақ емделеді. Қалған көңілді емдеуден асқан азап бар ма? Бұны ана
екеуі де естімейтін болсын. Біз ең алдымен сенің әніңді дайындап алуымыз керек. Білемін. Ендеше жүр кеттік. Айзере, мен әнді айтпай-ақ қояйыншы. Неге? Мен көп адамның алдында ән айта алмаймын. Айттым ғой саған. Нұрай, қайдағы көп адам? Өзіміз ғанамыз ғой. Иә, бірақ Айзере, мен ән айтатымды саған ғана көрсеттім. Ән айтпай-ақ ойнай берсек болмай ма? Жоқ, болмайды. Сенің әнің спектакльдің басты ерекшелігі. Қыздар, не істеп отырсыңдар? Аяла үйге қайтайын деп жатыр. Тағы да бір дайындалып алайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қане төрлер? Үйдің құжаттары дайын. Тек қол қойсаңыз болды. О, жақсы болды ғой. Қашан көшеміз деп мазаны алып жүріп еді. Енді жаңа үйге асыққан жақсы емес пе? Асыққан жақсы ғой, бірақ күнде сұрап жағадан алған өте жаман екен. Айтпақшы, қалай көрсетсек екен, а? Мен таныстарым бар. Өте сапалы жасайды. Үйіңізде қалай тұр, дәл солай апарып қояды. Мақтауды қатырасыңдар, Жарайды, жақсы. Онда өзіңе сендім. Сізге қай күнге керек? Маған бір-екі күнде. Жарайды, жақсы. Жақсы. Сау болыңыз. Жақсы. Диалогтарыңды үйде жаттап аласыңдар. Мен жаттап алдым. Мен үйде жаттап алдым. Айдос, сен дұрыстап жатташы. Сахнада ұмытып қалсаң, бәрін құртасың. Димаш? Мен мұнда? Диалогыңды жаттап алдың ба? Иә. Кәне, айтшы. Балапан, сен қорықпа. Біз Жарайды. Үйге барған соң жаттап аласың, жарай ма? Димаш, екі ауыз сөз жаттай алмадың ма? Айдос, қойшы. Сен де жаттаған жоқсың ғой? Мен әрекетіне дайындалдым. Айдос, олай істеуге болмайды. Сөз бен әрекет бірге жүру керек. Әйтпесе шатасасың. Құп болады, Ришар. Нұрай? Дайынсың ба?
Жоқ, сөздерді айтқанда қандай әрекет жасайтынымды білмей жатырмын. Кәне жасап көрші. Жоқ, бұлай емесін қара. Чирик-чик-чик-чик, чирик-чик-чик. Чик-чирик-чик-чик-чик-чик. Жоқ, қара, балапан сияқты. Чирик-чик-чик-чик-чик-чик. Бұлай жаса. Жоқ, бұлай. Туй, тезірек үйге қайтайықшы. Шаршадым мен. Міне, бітті. Аяла, сенде сұрақ жоқ па? Жоқ, бейім дайын. Тек диалогты үйге барғаннан кейін жаттап алармын. Нұрай, түсіндің бе? Жарайды, ортаға жиналайық. Кендер. Уәдемізді айттып, үйлерімізге тарайық. Біз ең мықты спектакль қоямыз. Сен, Нұрай, балапан көрсеткен кезде былай істеші менің қалбағым? Үйде сөздерімді жаттаймын. Айдос, саған сөмке керек емес пе? Ой, ұмытып бара жатырмын, бере салшы. Міне ұста, лақтырдым. Ой, Айзере, кешір. Әдей жасамадым. Айзере, мынау сенің дәптерің бе? Сол екен. Ол менің сөмкемде қайдан жүр? Шынымен мен алған жоқпын. Айдос, алған болсан, мойындасаншы. Жоқ, мен дәптерді алған жоқпын. Жарайды, дәптерді алмадың делік. Бірақ, қуырша қайдан жүр?